Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауық етін қазанда пісіретін боламыз. Ендеше кеттік. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қызып тұрған майға қант салып, тоқтамай араластырамыз. Мінекей достар, байқағаныңыздай, біздің қант осындай қызара бастады. Енді оның үстінен тауығымызды саламыз. Бұл не үшін десеңіздер, біздің тауығымыз қызарып, әдемі болып пісуі үшін. Енді тауығымызды қатты отта қуыратын боламыз. Мінекей достар, қып-қызыл қылып осылай қуырып алдық. Енді оның үстіне пиязымызды қосамыз. Сосын барып тұз қосамыз. Бұрыш қосамыз. Кристалды тұз қосамыз. Сосын кішкене соевый соус қосамыз. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей әдемілеп қуырылып жатыр. Енді оның үстіне сәбізімізбен картопымызды салып, сәбізіміз бен картошкамызды салып алған соң, ақырын отта қақпағын жауып 30 минуттай бұқтырамыз. Біздің қазан осындай әдемі болып қуырылып жатыр. Мен оның үстіне ешқандай су қосқан жоқпын. Тауықтың өзінің суына пісіп жатыр. Енді оның үстіне қызыл бұрыш қосамын, сосын сарымсақ қосамын. Тағы да араластырам. Тағы да 5 минут қуырамыз, сосын біздің тамағымыз дайын. Сонымен достар, біздің тауық дайын, иісі өте күшті болып тұр, ал түрі өте тәбетті. Мен қазір осы тамақпен аузымды ашайын деп жатырмын. Кім ораза ұстады, оразалары қабыл болсын. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астамды болсын. Сау болыңыздар.